Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші А сыныбының тәрбие сағатына қош келдіңдер. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Сабақтың мақсаты биыл Ахмет Қуанұлы Жұбановқа 115 жыл және оның өмір жолдары мен оқу жылдары шығармашылығымен танысасыңдар. Қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов Ақтөбе облысы Темір ауданында 1906 жылы 29 сәуірде орта шаруа отбасында дүниеге келді. Ахметтің музыкаға деген қабілеті ерте оянды. 6 жасында домбыра тартып ән салды. 7 жасында оны Уркачевскідегі 2 жылдық училищеге оқуға берді. Оның алғашқы мұғалімі Құсайын Әжіғалиев. Жан-жақты өте тартымды адам еді. Ол Ахметке түрлі аспаптарда домбыра, балалайка, мандолин, скрипка аспаптарда ойнауды үйретті. Ахмет Жұбанов өте зерек оқушы болды. Ол көп нәрсені жан-жағындағы білімді адамдардан үйренді. Араб және парсы тілдерін өзінің жерлесі. Уфадан демалысқа келген кейін белгілі жазушы болған Төлебергеновтен үйренді. Ахметке үлкен әсер еткен Орынбордағы Хусайния медресесінде оқитын Құдайберген деген үлкен ағасы еді. Ол көптеген қызықты кітаптар әкелетін. Жұбановтар үйі балаларының жан-жақты болып қалыптасуына көптеген газеттердің көмегі болды. 1919 жылы әкесі қайтыс болады. Ахметке ерте бастан жұмыс істеуге тура келеді. 1925 жылы Темір өзіндегі халық ағарту бөлімі Ахмет Жұбановты Ақтөбеге 1 айлық курсқа жіберіледі. Курсты тамамдаған соң Ақжар мектебіне мұғалім болып келеді. 1928 жылы қайтадан Ақтөбеге оқуға жіберіледі. Мұнда Варшава консерваториясын бітірген Чернюк деген скрипкашымен танысып, одан музыка сауаты мен скрипкадан дәріс алады. 1929 жылы Ахмет Жұбанов ағасы Құдайбергенмен бірге Ленинградқа оқуға келеді. Оны музыка техникумының скрипка классына алады. Оқу орны ақылы болғандықтан техникумды тастауға тура келеді. Бірақ көп кешікпей ол консерваторияда Неман-Габой классында оқи бастайды. 30 жылдардың соңында Ахмет Жұбановтың композиторлық шығармашылығы басталды. Осы жылдары бір актылы музыкалы драма қойылымдарына музыка жаза бастады. Бұл қойылымдар Қозы көрпеш, баянсу, азат қыз сарын. Бұл пьесалардың музыкасын Қазақ халық аспаптар оркестрі орындады. 1931 жылы Ахмет Жұбанов қазақ тілінде музыка сауатын әліппесін жазады. 1932 жылы консерваторияны бітірді. 1933 жылы Алматы қаласына жұмысқа кірді. Ахмет Жұбанов оқып жүріп, музыка оқуын қалады. 40 жылдардың басында Ахмет Жұбанов
Оркестрге бірнеше шығарма жаздым. 5 бөлімді Абай сюитасы Төлеген Тоқтаров атты фантазия эвантюрасы. Абайдың 100 жылына Абай пьесасына музыка жазды. Сонымен бірге Гнесин мен қазақтың тұңғыш фильмі, көркем фильмі Амангелдін жазады. 40 жылдары Москва қаруға шаққөгершін болады. Ахмет Жұбанов еліміздің түкпір-түкпірін аралап, қарапайым қазақ отбасындағы балаларды өнерге өзі итермелеп, кәсіби музыкалық мектеп ашты. Қазірде бұл мектеп Ахмет Жұбанов атындағы республикалық дарынды балаларға арналған музыка мектебі-интернаты. Ахмет Жұбанов атымен Алматы қаласының республикалық музыкалық мектеп-интернатқа, Ақтөбелік қаласының музыкалық колледж және кіші атауларын берді. Жарайсыңдар балалар, қорыта келе, Ахмет Қуанұлы Жұбанов ғалым, педагог, композитор, орындаушы және ұйымдастырушы ретінде қазақтың музыкалық мәдениетіне сіңірген еңбегі ұлттың мәдени рухани шежіресіндегі ең көрнекті белестердің бірі болып қалады. Атамыздың салып кеткен дара жолдарын жалғастырушы мына сендерсіңдер.